Ассалаумағалейкум, кеш жарық. Нұржан Смановтай батыры бар, Абай Құнанбаевтай ақыны бар. Ақынның атын алған Абай ауылындағы тілі бір, тілегі бір, жүзі бір, жүрегі бір ағайын. Бүгін сіздердің ауылыңызға мынау өнер, сахна саңлақтары, мәдениет майталмандарының бір десант түскендей болып отыр ағайын. Өйткені театрға, концертке бармайтын ағайын, тегін концерт көріп отқандарыңыз құтты болсын ағайынға. Бұның бәрі әрине осы Шымкент шоудың шабандоздарын қасына алып жүрген, талай облыстарға барып жүрген, жұлдызы бізге шәкірт болып жанып жүрген медеу күйеу балдарыңыздың арқасы. Енді оларға құттықтау айтпас бұрын мен осы адам баласы әкенің алақанына, ананың ақ сүтіне қарыз дейді ғой. Осы 500 адамның басын қосқан, құдаларын тосқан, дастарханын жимаған, құдаларын төрге шығарып сыйлаған үй егелеріне рахмет айтып басым дейгім келеді. Мынау ағайын қыз деген қонақ дейді. Талдағанда 3 әріптен тұрады екен, Қ-ы-зы талдағанда қызуы ыстық зат деген екен. Қыз қонақ елмен елді таныстырып, табыстырып жатқан алтын көпір. Ендеше төрге шыққан құдалар осы қызыңызға сезім берсін, біздің берігінімізге сенім берсін. Тойға келген ағайын шілдеқан айда тойда жолғайық, бәріңізге төзім берсін дегім келеді. Енді жаңа Мырзекең ағамыз айтып жатыр, шында да бұл еңсесі бөлінбеген өмір өзендегі терезесі тең, алды ашық, өнерге ғашық Шымкент шоу мен Шаншар театрларының бас қосқан бір кездесу болып отыр. Ендеше екі жасты егілуден, іргемізді сөгілуден, Шымкент шоу мен Шаншарды Құдай бөлінуден сақтасын. Ал айналайын, ағайын айта берсек, әңгіме көп қой. Мынау тойларыңыз той қыласын. Тойға келген ағайынның адамгершілігіне берсін. Төрге шыққан құдалардың қасиетіне берсін. Шымкент шоу мен Шаншардың шалқарлығына берсін. Екі жастың Алла құрсағына берсін деп бір тос көтеріңіздер. Той қыласын. Рахмет.